алайық. Сәлем, сәлем, балақай, сәлеметсіз. Сәлем, сәлем, балақай, балақай. Балалар, қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сендер жауабын табыңдар. Жарай ма, балалар? Күн жылынды, жел басылды, шешектері гүлдеді, жылы жақтан қар ұшып, ол қай кезде болады? Ол көктем мезгілінде болады. Ой, жарайсың, Балнұр. Өте керемет. Балалар, бізге көктем мезгілінде нелер ұшып келеді екен? Көктемде құстар ұшып келеді. Қандай құстар ұшып келеді? Қалғаш құсы ұшып келеді. Торғай ұшып келеді. Ой, жарайсың. Тоқылдар ұшып келеді. Құстарды неге қанатты достар деп атаймыз? Олар бізге неге дос екен? Құстардың табиғат пайдасы көп, шөмешекейді құртады. Ой, жарайсың. Торғай есікті шөркелерден тазалайды. Тоқылдақ ағаштың құрттарын жейді. Тоқылдақты орман тазалықшы деп атайды. Қалғаш шөмешекелерге қоректенеді. Қалғаш шөмешекелерді құртады. Біз құстарды қорғаймыз, олардың балапандарын қорғап жүреміз. Олардың ұяларын бұзбаймыз. Балалар, біздің бүгінгі іс-әрекетіміз, ойындарымыз, әндеріміз осы қанатты достарға байланысты, құстарға байланысты өтеміз. Қане балалар, қазір экранға назар аударайық. Сәлем балалар, көңіл күйлерің қалай? Сәлем балалар! Көңіл күйіміз керемет! Мені танисыңдар ма? Танимыз! Сен торғайсың. Тағы қандай құстарды білесіңдер? Мен қарақаны білемін. Мен көгершінді білемін. Мен саусқақсы білемін. Мен торғайды білемін. Мен тоқылдақты білемін. Үйе салатын қарлығашты білемін. Балалар, енді біз қазір даусынан таны деген ойын ойнаймыз. Ойын ойнағыларың келе ме, балалар? Иә! Балалар, мына ұяшыққа келесіңдер де, мына ұяшықты ашасыздар. Сол кезде дауысы шығады, құстың дауысы. Соның дауысын ажыратып, қандай құс екенін атап тауып бересіңдер. Мырай, бұл қай құстың дауысы? Ол қарлығаш құсы. Ол шиқылдап дыбыстайды. Жарайсың. Елмұра, сен қай ұяшық таңдайсың? Қай құстың дауысы? Көкөзеннің дауысы. Ой, жарайсың, Елмұра. Нұрислам, сен қандай ұяшықты таңдайсың? Таңдай ғой. Нұрислам, қандай дыбыс естіп тұрсың? Сауысқан дауысы. Ой, жарайсың. Сауысқанды біледі екен. Шұғыла, сен қай ұяшық таңдайсың? Таңдай қойшы. Шұғыла, қандай құстың дауысы? Торғай дауысы. Ой, жарайсың. Балалар, сендер ойын ойнағыларың біле ме? Иә! Балалар, біз құстарда әртүрлі қимылдайды екен, балалар. Қазір біз торғай мен қарға ойын ойнаймыз. Балалар, шағын сөзді жүйе. Қазір музыка ойналады. Жеңіл, ырғағы, жоғары ойналған кезде, балалар, дауыс шыққан кезде. Сендер жеңіл, торғай құсап, қанаттарыңды қағып, ұшып жүресіңдер, балалар. Ал егерде төмен, қатқыл, дауыспен ойналған кезде біз қарға болып, маңғазданып, аяғымызды алшаң басып жүреміз. Түсінікті ма, балалар? Ал қанекей бәріміз ойынды бастайық. Балалар, біз
емес бүгін не жасаймыз? Дауысқа жаттығу жасаймыз. Ой, жарайсыздар. Ай, қошып келді торғай. Қошып келді торғай. Қошып келді торғай. Балалар, біз өткен ойын әрекетінде қандай ән үйрендік? Көктемде ән үйрендік. Ой, жарайсың. Ал қане балалар, көктемде әнін қайталап жіберейік. Көктемде, көктемде, ай ермегі ән жерде. Көктемде, көктемде, құстар ән салады. Жүктерек, жүктерек, құстар ән салады. Жүктерек, жүктерек, құстар ән салады. Көктемде, күнде оянады. Көктемде, көктемде, күлім дейді көңілім. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, күлім дейді көңілім. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, күлім дейді көңілім. Балалар, бізге қонаққа қандай құс келді? Торғай келді. Осы торғай құсы туралы ән үйренгілерің келе ме? Я. Ендеше балалар, кішкентай торғай деген әнді үйренеміз. Кішкентай торғай ән салады былай. Ал балалар келіңдер, қызықты көріңдер. Қонып отыр міне алақанға торғай. Кішкентай торғай ән салады былай. Көк аспанда ұшады, қанаттарын жазады. Мерекемен құттықтап, бақшамызға қонады. Балалар, енді кішкентай торғай әнін сөзін үйренуіміз керек, балалар. Қазір сөзін үйрену үшін біз балалар мнема кесте арқылы сөзін үйренеміз. Кішкентай торғай Кішкентай торғай ән салады былай. ән салады былай. Ал балалар келіңдер, Ал балалар келіңдер, қызықты көріңдер. қызықты көріңдер. Қонып отыр міне Қонып отыр міне алақанға торғай. алақанға торғай. Кішкентай торғай Кішкентай торғай ән салады былай. ән салады былай. Ал балалар келіңдер, Ал балалар келіңдер, қызықты көріңдер. қызықты көріңдер. Қонып отыр міне Қонып отыр міне алақанға торғай. алақанға торғай. Ой, жарайсыңдар балалар. Енді кішкентай торғай әнін біз қазір ысқырық торғай аспабымен орындап берейік. Жарай ма балалар? Я. Орындап береміз бе? Я. Кішкентай торғай ән салады былай. Ал балалар келіңдер, қызықты көріңдер. Қонып отыр міне алақанға торғай. Ой, жарайсыңдар балалар. Сендер кішкентай торғай әнін керемет орындадыңдар. Балалар, қазір біз жұбан тап деген қимылды ойын ойнаймыз. Шартын түсіндіріп жіберейін, балалар? Балалар, қазір музыка ойналады.
музыка ойнап жатқанда біз балалар ұшырап жүреміз, иә? Дыбыстарын шығарып, иә? Шек деп дыбыстап ұшып жүреміз. Музыка тоқтаған кезде өз ұяларымызға қонамыз. Мысалы, қарғаның ұясына қарға барып қонады, иә? Жығын тауып аласыздар. Арина, қандай құс болып ұштыңдар? Тауысқан жұбын тауыпты. Ой, жарайсыңдар. Арунас, Елнұра, жұптарың қандай құс екен балы? Тоқылда. Ой, жарайсыңдар, керемет. Айбану, Төрену, қандай құстың жұбын таптыңдар? Қарға. Ой, жарайсыңдар. Балалар, мен сендерге көңілді, шеңбер, ойын алаңын ұйымдастырып қойдым. Балалар өздерің таңдаған ұяшықтарына отырып, ойындарды, тапсырманы орындап отыра берсеңдер болады. Ал өздеріне ұнаған ұяшықты алып, ойындарын ойнай беріңдер. Төрену, қай құстың ұясы? Қандай құс екен? Атын аташы. Қарғаны ұясына орналастыра қой. Ой, жарайсың. Аққудың көлеңкесін аққуға апара қой. Ой, жарайсың, Мансұр. QR-кодпен ойнап жатыр екенсің, иә? Қане, аша қойшы. Қане, айта қойшы. 1, 2, 3, 4, 5. Неше қарлығаш екен? 5. Ой, Торғай. қане, торғайдың көлеңкесін тапшы. Ой, жарайсың. Жарайсыңдар, балалар. Өте керемет ойындарды, тапсырмаларды орындадыңдар. Енді, балалар, біз қазір экранға назар аударайық, иә? Жарайсыңдар, балалар. Ақылды бала екенсіңдер. Сау болыңдар. Балалар, бүгінгі қанатты достар тақырыбындағы музыка іс-әрекеті сендерге ұнады ма, балалар? Несімен ұнады, балалар? Өздерің қазір ойларыңды айтып, ортадағы ағашқа іліп, ойларыңды айта қойыңдар, иә, балалар? Торғайдың әні ұнады. Ойнағандар. Ой, жарайсың, иә ғой. Балалар, жарайсыңдар. Өте керемет, мен сендерге ризамын. Бүгін керемет ойын ойнадыңдар. Құстардың барлығын біледі екенсіңдер. Ойындардың бәрі қызыға ойнайды екенсіңдер, балалар. Сендерге көп рахмет. Енді, балалар, барлығымыз құс болып ұшып тобымызға қайтайық.